Кәсіпкерде табыс болмағанда әлеуметтік төлемдердің қайсысы төленеді? Жеке кәсіпкерлер өз үшін, өз пайдасына 4 төлем жасайды. Оның үшеуі табыстан есептеледі. Ол әлеуметтік аударымдар, міндетті зейнетақы жарналары және жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары. Ал біреуі міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жарнасы ең төменгі жалақының 1/4 мөлшерінен төленеді. Яғни, осы ақырғы әлеуметтік төлем табысқа байланысты емес. Сондықтан, осы жағдайда әлеуметтік міндетті медициналық жарна жеке кәсіпкерде табыс болмаса да төленуге тиісті. Сонымен қатар, табыс болмағанда жеке кәсіпкер өз пайдасына міндетті зейнетақы және жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын төлеуге құқысы бар.